Сәлеметсіздер ме? Информатика 8-ші сынып, Алматы кітап баспасы. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз статистикалық деректер, абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану. Статистикалық деректер дегеніміз ғылымда, зерттеуде, санауда алынған сандық мәліметтердің жиынтығы. Мысалы, халық саны, жұмысшылар саны, оқушылар саны сияқты сандық мәліметтердің барлығын статистикалық мәлімет дейміз. Статистикалық мәліметтерді есептейтін программалар өте көп. Солардың бірі Microsoft Excel программасы. Сандық деректерді жинауда біз формула қолданамыз, немесе оны сілтеме дейміз. Сілтеме формула жазу барысында қолданылатын ұяшық, қатар, бағандардың адрестері. Сілтемелер үшке бөлінеді: салыстырмалы, абсолютті және аралас болып үш түрі болады. Салыстырмалы сілтеме дегеніміз, біз ұяшықтағы бір ұяшықты келесі ұяшыққа көшіру барысында ол формулалар өзгеретін болса, оны біз салыстырмалы сілтеме дейміз. Мысалы, А1 ұяшығын 10-ға толтыру кезінде ол В1-ге ауысады. Ал төменге қарай толтыру кезінде А2-ге ауысып кетеді. Демек, бұлар өзгеріп тұр. Бұл өзгеретін сілтемелерді біз салыстырмалы сілтеме дейміз. Ал абсолютті сілтеме дегеніміз, бұл доллар белгісімен белгіленеді. Бұл керісінше, салыстырмалы сілтемеге қарағанда керісінше, бұл бір ұяшықтан келесі ұяшыққа көшіру барысында біздің формуламыз, сілтемеміз өзгермейді. Яғни, мына жерде мысалды қарастыратын болсақ, А1 ұяшығын келесі 10-ға төменге қарай толтыру кезінде өзгермей тұр. Ол үшін бізде бағанның алдына және жолдың алдына абсолюттік белгіні, доллар белгісін салу керекпіз. Сонда ғана біздің формуламыз келесі ұяшыққа көшірілген кезде өзгермей көшіріледі. Оны біз абсолюттік сілтеме деп атаймыз. Келесі аралас сілтемелер баған бойынша абсолют болады және жол бойынша абсолют болады. Баған бойынша абсолют өзгермейтін бағанның алдына доллар белгісін саламыз. Бұл сәйкесінше 10-ға төменге жылжытқан кезде, немесе көшіру барысында баған өзгермейді. Ал жол бойынша абсолютте өзгермейтін жолдың алдына доллар белгісін саламыз. Көшіру барысында сілтемелерді жол өзгермей көшіріледі. Абсолютті және салыстырмалы сілтемелерге мысал келтірейік. Бірінші абсолюттік сілтемені қарайтын болсақ, бізде В2 ұяшығында 8 тұр. Бізде өзгермейтін сілтеме осы 8 деген сан келесі ұяшыққа көшірілген кезде өзгермей көшіріледі. Ал салыстырмалы сілтемеде, мысалы, С1 ұяшығын Д2 ұяшығына көшірген кезде біздің сілтемелеріміз, формуламыз өзгеріп кеткен. Өзгеретін сілтемелерді көшіру кезінде біз оны салыстырмалы сілтеме деп атаймыз. Жалпы, Excel'де жұмыс жасау барысында біз ұяшықтарға мәліметтер жазаламыз. Мысалы, С10, С10-ға 5, мысалы, С11-ге 6 деген санды жазып, осы мәліметтерді ерекшелеп алып, диапазонды біз келесі жерге орналастыруымызға болады. Немесе қажет емес болса, диапазонды ерекшелеп, пернетақтадан delete пернесін басатын болсақ, онда бізде ол жойылады. Енді біз практикалық жүзінде қарастырайық тақырыпты. Жұмысшылардың айлық жалақысын есептейік. Жалақының көтерілу пайызы бізде 10%. Ол бізде 1,1 коэффициентті беріп тұр. Қазіргі жұмысшының жалақысы 100.000 теңге, ал жалақысы өскен соң қанша болады есептеп көрейік. Ол үшін бізге формула жазу керек болады. Тең болады. Қазіргі бірінші жұмысшының жалақысы, соны көбейтеміз. Бізде 10% көтерілгендегі коэффициент 1,1, бізде ол D2 ұяшығында. Сондықтан D2 ұяшығын белгілейміз.
Enter пернесін басамыз. Енді қалған жұмысшылардың да 10% көтерілген жалақысын есептеу үшін қарайтын болсақ, ол бізде қате шығып тұр. Өйткені мына бірінші жұмысшының айлық жалақысын, өскен жалақысын қарайтын болсақ формуласын, бізде D2 деген ұяшық, яғни коэффициент 10%, 1,1 барлық жұмысшы үшін өзгермеу керек. Олай болатын болса, біз D2 ұяшығын абсолюттік сілтемеге айналдырамыз. Енді Enter пернесін басатын болсақ, бізде бірінші жұмысшының өскен жалақысы шығады, және қалған жұмысшылардікін де төмен қарай тартып шығаруымызға болады.